Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгін біз сабағымызды бастаймыз. Сабақтың тақырыбы ғаламтордың пайдасы мен зияны. Бүгін біз сабақта проблемалық сұрақтарды тыңдалған мәтіннен деректер келтіре отырып дәлелді жауап береміз. Және шылау түрлерін ажыратамыз, орынды қолданамыз. Сабақты бастамас бұрын мен сіздерге Абай Құнанбайұлының бейне түсірілімін ұсынамын. Құрметті оқушылар, тақтада берілген түстер бойынша қазір топтарға бөлінеміз. Әр оқушы өзіне ұнайтын түсті таңдайды. Бәріміз бірге. Мен Абай Құнанбайұлы. Адам болудың жолы адалдық пен ізгілік. Адал азамат болу үшін үш қасиет қажет: ақыл, жүрек, қайрат. Егер осы үшеуін тең ұстасаңдар, сендер шын мәнінде адал азамат боласыңдар. Ал енді бүгінгі сабақта осы жайды ой қозғайық. Яғни, адал азамат болу үшін не істеу керек және қандай адам болу керек? Адал азамат. Және қандай адамның бойында қандай қасиеттер болу керек? Жақсы. Сосын адалды, мейірімділік, бұзақылық жасамау, ақылды. Әрине балалар, дұрыс айтасыздар. Өткен сабақта біз шылаудың түрлерін өттік. Олай болса, сіздерге қазір асықтар беріледі. Оны шылаудың қай сөзіне жататын ажыратамыз. Қалыптастырушы бағалау бір бағ. Шығамыз тақтаға шығамыз. Асықтың орнына орналастырамыз. Жақсы. Айтамыз, өйткені ол жалғаулық шылау. Дұрыс. Келесі. Ернар. Септеулі, дұрыс айтасың. Келесі. Айолым. Жақсы. Енді балалар, келесі өткен сабақта біз ғаламтор тақырыбын өттік қой. Сол тақырып бойынша біз сұрақтарға жауап береміз. Кітап басамыз, сұрақтар шығады. Жауап береміз. Ернар, келесі. Шылау түрлері: бірінші жалғаулық шылау, екіншісі септеулік шылау, ал үшінші демеулік шылау. Жақсы, өте жақсы, дұрыс. Іңкәр. Сен интернетті көбіне не үшін қолданасың? Мен жалпы интернетті ақпарат көздеріне қолданамын. Яғни, егер еш жұмысында қосымша ақпаратты іздеу керек болса, мен интернетті қолданамын. Жақсы. Тиімді жағын айтып жатыр бізде. Жақсы. Енді бағалау тақтасы. Жақсы балалар, ендеше балдарыңызды қойып шығайын. Жалғас, Ернар, Айолым Көкеш, Альбина, Айым, Гүлден, Аружан, Айолым
Домнаева, іңкәр. Келесі тапсырма, балалар. Тыңдалым мәтінін сұрақтарға жауап береміз. Санды кітапханасы. Кітапқа басамыз, сұрақ шығады, сол сұраққа жауап береміз. Рахмет. Келесі, іңкәр. Интернет пайдалану әлде зияны ма? Қайсысы басым деп ойлайсыз? Менің ойымша, әрбір заттың пайдасы мен зияны бар. Сол себепті интернеттің пайдасы мен зияны да бар. Сол себепті менің ойымша, оны егер де біз босқа пайдалансақ, онда менде оның зияны көп. Бірақ егер де біз оны тек керек жерге қолдансақ, онда ене де пайдалы болады. Иә, жақсы келісемін, рахмет. Келесі, Ернар. Менің ойымша, ғаламтордың қолдану ережесі болу керек. Себебі адам ғаламторда көп отырса, оның көзі ауырады, өз бос уақытын кетіреді. Сол үшін ережесі болу керек. Болу керек, жақсы дұрыс айтасың. Келесі, Аяулым, Домнаева. Ғаламтор адамды бір-біріне жақындата ма, әлде алыстатады? Менің ойымша, ол бір-бірлерін алыстатады. Себебі өйткені ғаламторда көп отырсақ, біз шынайы адамдармен сөйлесе аламыз. Дұрыс айтасың. Құлақ қаптарымызды тағып, тыңдалым мәтінін тыңдаймыз. Егер болса, онда мынадай тапсырма, негізгі ойды анықтап, яғни тыңдалым мәтіннен факт пен көзқарасты ажыратамыз. Факт және автордың пікірі. Көзқарасы яғни, тыңдалым мәтіннен Так, болды кім дайын? Жауап береміз. Екінші топ. Ғаламтордың пайдасы орасан, оны әртүрлі салаларда қолдана аламыз. Автордың пікірі. Ғаламтор арқылы біз басқа елдерге, қалаларға хабар жібере аламыз. Жақсы жаққа жаңалықтарды біле аламыз. Жақсы, дұрыс. Так, келесі. Аяулым. Бірінші топтан. Ғаламтордың зияны мен пайдасы бар. Және ғаламтор арқылы жаңалықтар, ақпараттар біле аламыз. Автордың пікірі. Ғаламторда көп отыруға болмайды деп автор жеткізді. Және біз ғаламтор арқылы бір-бірімізге хаттар жаза аламыз. Автор бұл арқылы ғаламторда көптеген пайдалы істей аламыз деп жеткізеді екен. Жақсы. Жақсы, келісемін, рахмет. Бағалаймыз, қалыптастырушы бағалау. 2 балл, Жалғас 2 балл, Ернар 2 балл, Бекболсын 1 балл қоям. Так, Аяулым Көкеш 2 балл, Альбина 2 балл, Айым 2 балл. Келесі тапсырма, жұптық тапсырма, проблемалық сұрақ қоя отырып, диалог құрастырамыз. Дәптерге жүргіземіз, дәптерге. Жақсы. Мен саған сұрағым бар. Ғаламтордың пайдасы қосымға әлде зияны бар? Менің ойымша, ғаламтордың пайдасы мен зияны бар. Пайдасы ол жаңалықтарды білеміз, ақпаратты басқа жерге жібере аламыз. Және де ал зияны денсаулыққа кері әсер тигізеді.
Саған сұрағым бар. Неліктен ғаламторда көп пайдалар болмайды? Пайда болмайды. ғаламторды көп пайдалану өте болмайды. Өйткені жалпы егер біз оны көп пайдаланатын болсақ, біз виртуалды әлемге біз жалпы ғаламтордың құрбаны болып кетеміз. Және де осы өзіміздің отбасымызбен, достарымызбен көп уақыт бірге қала алмаймыз. Жақсы, рахмет. Жақсы, рахмет. Так, енді бағалаймыз. Жалғас 2 балл. Жалғас 1 балл. Так, Ернар 2 балл. Так, келесі бізде Бекболсын 1 балл. Апайымыз. Так, Аяулым 2 балл. Так, Альбина 2 балл. Айым 1 балл. Так, Гүлден 2 балл. Аружан 2 балл. Так, Аружан мысалы 1 артық балл қойды. Так, Аяулым 2 балл Думнаева. Так, Елеман 1 балл. Даненко 2 балл. Суреттер мен тізбек сөздер аралас сурет бөліктермен тірек сөздерді біріктіріп пазл жасау. Міне, мына жерде тақтада берілген балалар. Осы суреттермен берілген сөйлемдерді дұрыс сәйкестендіру керек. Шылау сөздерді пайдалана отырып. Қалыптастырушы бағалау 2 балл. Кім шығады тақтаға? Жалғас. Дұрыс, оқы. Ғаламтор пайдалы, бірақ оны дұрыс қолдану керек. Жақсы, дұрыс. Бұл жалпы бізде шылаулар, жалғаулықтар, демеуліктер, септеулік деп 3 топқа бөлінеді. Оның ішінде бүгін біз жалғаулықтарды өтетін боламыз. Бұл жалғаулық шылаулар сөзбен сөзді, сөйлеммен сөйлемді тең дәрежеде салыстыра, байланыстырады. Жалғаулықтар бірыңғай мүшелермен сала сөйлемдерді әртүрлі мағыналы қатынасты байланыстырады. Және келесі түрлері бар. Ыңғайласты қатынас, яғни мен, бен, пен, да, де, та, те және әрі. Қарсылықты қатынас, бірақ, алайда, дегенмен, әйтпесе, әйткенмен, сонда да. Талғаулық қатынас, әлде, немесе, я, яки болмаса, не болмаса. Себеп салдар қатынасы, мысалы, себебі өйткені сондықтан. Сол себепті шарттық қатынас, яғни егер де деген жалғаулықтар кездессе. Сіздер Learning Apps бағдарламасы бойынша сөздерді, шылауларды сәйкестендіресіздер. Тақтаға бізде шығады. Аяулым шыға ғой, және шығады. Үңға шыға ғой. Шылаудың қандай түрі? Шылаудың демеулік жазалар. Демеулік. Жақсы балалар. Оқушылар, сіздерге келесі топтық тапсырма. Бірінші топ оқылым мәтінді негізгі ойды білдіретін тірек сөздер қайсы айтасыздар. Сонымен қоса мәтін мен суретке сүйене отырып ғаламтордың 3 пайдасын анықтайсыздар. Одан да көп жазуға болады. Пайдасын, сіздер мәтіннен зиянын анықтайсыздар, зиянын.
бойынша, иә, кластер құрастырасыздар. Ғаламтордың пайдасы мен зияны тақырыбында. Қалыптастырушы бағалау екі арқылы өзіне тапсырыс беру үшін және басқа адамдармен байланысу үшін. Ғаламтордың зияны ол денсаулықты құрту, алаңдық және кибербуллинг. Жақсы. Қандай шылау сөздер бар? Жалғаулық. Басқа арқылы Жақсы. Жақсы. Рахмет. Талғаммен пайдалану есіне қалай түсінуші. Өзімше мен оны оймен пайдалану үшін. Жақсы, дұрыс айтасың, рахмет. Келесі. Бірінші топ. Бірінші топ. Мәтіндегі тірек сөздер. Техника желілер, кітап және ғаламтор мен адам. Пайдасы. Пайдалы ақпарат пен сатты бір-біріне қамыз. Сондай-ақ керекті заттарды біле аламыз. Және жаңалықтар көруге болады. Жақсы. Қандай жалғаулықтар бар? Сондай-ақ Сондай-ақ. және Сондай-ақ қандай түрге жатады? демеулік және Жалғау. Дұрыс. Жақсы, рахмет, отыра қойыңдар. Келесі, екінші топ. ғаламтордың үш зияны. Біріншісі бұл әрине көздің талуы, екінші бұл бас ауруы, үшінші бұл жүйке тарту, төртінші бұл арқа, аяқ бұлшықеттердің шаншуы, бесінші бұл адам ағзасының әлсіреуі, ал алтыншы бұл әртүрлі ауруларға ұшырауы. Жеке байлау дегеніміз ол тәуелділік пен адам миына зиян келтіруі. Яғни жіпсіз байлау дегенімізді біз осылай түсінеміз. Яғни біз ғаламтордан шыға алмасақ, бұл бізге тәуелділік болады. Ал жіпсіз байлау дегеніміз біздің ойымызша бұл тәуелділік. Жақсы. Біз жалғаулаушылауды қолдадық, яғни пен. Жақсы, дұрыс. Жақсы, өте жақсы, рахмет. Сонымен ғаламтордың пайдасы қандай? Пайдасы қандай ғаламтордың? Біз көптеген ақпараттар біле аламыз, жаңалықтарды көре аламыз, және бір-бірлерімізге хаттар жібере аламыз. Иә, жақсы. Біз әртүрлі көп мәліметтен жедел түрден хабарлап көмек сұрамыз. Жақсы, өте жақсы. Аяулым 10 балл, Альбина 10 балл, Айым 9 балл, Гүлден 9 балл, Аружан 10 балл. Так, Аяулым 10 балл, Домнаева, Елеман 6 балл. Так, енді балалар сабаққа кері байланыс жасаймыз. Сабаққа кері байланыс. Сіздер тақтада берілген үйге тапсырма 135-136 беттердегі ережені жаттау, 139 беттегі 8-ші тапсырма. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.